Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман қауым. Қазір көпшілік адамдар айтып жатады, уақытым жоқ, уақыт тапшы деп. Қазір көп адамның уақыты жоқ. Неге? Бұл біріншіден ақыр заманның бір белгісі, бір кіші белгілерінен десек болады. Көп адамның шынымен де уақыты жоқ па? Сондай бір уақыты жоқ болатындай, бұл тимейтіндей бір іспен айналысып жүр ма, әлде өзінің уақытын жүйелей алмай жүр ма? Расымен де өзінің уақытын жүйелеп, барлығын тәртібіне қойып, уақытты жұмсайтын болса, барлығына да уақыт жетеді. Уақытты дұрыс пайдаланбағандығынан сондай нәрсе болады. Мысалға, 5 уақыт намаз оқитын адамның, және де басқа да тірліктері бар, және тірліктер қалыпты, барлық істерін бір жүйеге қойған адамның уақыты барлық нәрсеге жетеді. Көп адамның уақыты неғып жетпейді, неғып жоқ. Барлығы асығыс. Өйткені уақытын жүйелей алмағандығынан. Егер мысалға 5 уақыт намаз оқитын болсаңыз, намаздың әр уақытын біліп отырасыз, және соған қарай тірлігіңізді істеп, барлық нәрсеге де үлгеруге болады екен. Уақытты әрбір адам жүйелей білу керек, бір системаға қою керек. Және де 5 уақыт намаз сол уақытты жүйелей алудың бірден бір ережесі. Сол үшін 5 уақыт намаз оқиық, құрметті мұсылман қауым.